Сау саламатсыздар ма, қымбатты достар. Бүгін қасиетті жұма қабыл болсын. Дендеріңізге саулық, тілеген арман мұраттарыңызға жетулеріңізге шын жүректен тілектеспін. Күнделікті оқитын Құран кәрімнің қазақша мағынасын оқиық. Бүгін Ясин сүресін оқимыз. 440 бет, Ясин сүресі 22 пара. Меккеде түскен 83 аят. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ұғымын Алла біледі. Терең сырлы Құран серт. Мұхаммед алейхиссалам шәксіз сен анық елшілерденсің, тура жолдасың, өте үстем ерекше мейірімді Алла түсірген Құран жолы. Аталы ескертілмей өздері кәперсіз қалған елге ескерту үшін. Расында олардың көбі зиянына берілген қаулға лайық болды. Сондықтан олар иман келтірмейді. Рас олардың мойындарына боғаулар салдық. Сонда ол ектеріне дейін, сондықтан олардың бастары кегжиіп қалған. Бұл бір мысал, қасарысып шындыққа бас имейді. Олардың арттарынан да бөгет, алдарынан да бөгет жасап, көздерін қаптадық. Олар көрмейді. Мұхаммед алейхиссалам оларға ескертсең де, ескертпесең де бәрі бір. Олар иман келтірмейді. Шын мәнінде сен үгітке еріп, Рахманды көрмей-ақ қорыққан кісілерге ескерте аласың. Ал оларды жарылқау және құрметті сыйлықпен қуант. Рас, біз өліктерді тірілтеміз. Сондай-ақ олардың ілгері жіберген, кейін қалдырған нәрселерін жазамыз. Әр нәрсені ашық бір кітапта түгендеп қойдық. Адамның үйретілген ғылым, жарияланған кітап және жасалған хайыр құрылыстарының сауабы, немесе қалдырған жаман өнегелерінің күнәсі өлгеннен кейін де ғамал дәптеріне жазылып отырады. Ясин сүресі 440 бет, 22 пара. Сау саламатта болыңыздар.